Саумал жаңа сауылған бие сүті. Одан қымыз ашытылады. Кейде суытып, қымыздың қорына қосылған сүтін саумал деп те атайды. Сүтті сауғанда қалай ыдысқа сауса шипалық қасиетін тез жояды. Саумалды қыш ыдысқа не болмаса ысталған қауыққа сауады. Тағы бір ескеретін жайт, саумалды бір ыдыстан келесі ыдысқа қотарып мазалай бермейді. Саумалдың шипалы болуына, қымыздың емдік қасиетіне жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, қырық қатпаршақ, өт, бауыр, тоқ ішек қабынуының алдын алуына маңызы зор. Қан кеселіне тосқауыл, оның қанның сүзгісі деп орынды айтады. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді. Обыр клеткаларына тосқауыл болып, буын ауруларына пайдасын тигізеді. Ғалымдардың пайымдауынша, саумал жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілуі кезінде ас қорыту үдерісінде ағзаларға, яғни асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек үлкен жүктеме жасайды. Сондықтан дененің қалыпқа келуі үдерісінде жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, суық тию мен тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасын емдеуге болады. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар мол. Айта кетерлігі, мұндағы кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді. Саумалдың құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиыр сүтінен 7 есеге жоғары. Көптеген адамдар бие сүтін қалай қолдану керектігін біле бермейді. Негізінде саумалды күніне 4-5 рет тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 250 мг-нан ішкен абзал. Ем осылай жалғаса берсе, бір аптадан кейін адамның көңіл-күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, асқа деген тәбеті ашылады. Емделу уақыты 1 ай. Бие сүті сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде негізгі қасиеттерін жоғалтады. Мұны да біле жүрген жөн. Бірақ саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға да болады. Осылай еткенде табиғи өнім барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді өз бойында сақтап қалады екен.